Сіздермен бір жасағаннан шығатын панкейк жасауды көрсететін боламын. Мен алғаш келін болып түскен кезде блинчик, яғни құймақ пісіре алмайтын едім. Сол кезде осы панкейкті үйреніп, кім келсе де үйде болған кезде де осы панкейкті жасай беріп, сонымен әбден қолым үйреніп кеткен. Ең бірінші жұмыртқа, құмшекер, сүт барлығын қосып жақсылап араластырып аласыз. Ең соңында ұнға қопсытқышты қосып екі бөліп венчиктің көмегімен араластырасыз. Бізде кішкене сұйықтау қамыр болады, бірақ құймақтікіне қарағанда сәл қоймалшын болады. Енді табаңызды жақсылап қыздырып алғаннан кейін бір қасықпен осылай құйып шығасыз. 1,5 минут өткеннен кейін осындай бетінде үлкен тесіктер пайда бола бастайды. Ол бізде уже асты пісті деген сөз. Барлығын аударып аласыз және астыңғы бөлігі 30 секундта, яғни бірінші бетке қарағанда өте тез пісетін болады. Ұнаған болса лайк басып пікір қалдырыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және сізден 1 секундтық кішкентай өтініш, осы Үрбіш Әмір парақшасына тіркеліп қолдау білдіре кетіңіз.